spread it across the country. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up. Ассалаумағалейкум, тыныштыққан қазақ елі, связамен қазбірал достар. Бүгін біз әлемдегі самый жесткий және самый қиын ойынды ойнайтын боламыз. Бұл ойынның названиесі Flappy Bird. Yazса пылмайк жасаңыздар, бұл ойын шығады. Ал біз кеттік, бастайық. Қазір біз жанатын боламыз, жындан сөйтіп жанатын боламыз. Ай, блин. Кішін, нені олсасын шама лаг етті отыр. Ду рекордынасын жазу болмасам, мынаумен қатырт кем. Найс. Өте қиын, самый жесткий ойын достар. Айтып тұрғы мен бұл айтып та. Молодец. Қатырдым. Найс. Чо за ойын. Әлі бірден өтамай жатырмын ғой. Екігінде қадалып жатырмын тек. Оңбаған ойын, нағыз. Разработчиктер оңбаған екен, нағыз оңбаған. Да ты чё? Серьезно? Болды ғой, қойсай. Қадай. Айтып тұрғы менім ғой, айтып та. Луна не знает пути, но летит к этим звездам. Она не знает этажей и стучит с вопросом кто там. Снова видно миражи и облака высокого полета. Она кричит звезде помоги, но это не ее забота. Небо голубое, спрячь мои покои, солнце золотое, подари лучи. Но как же мне с тобою отыскать такое, чтоб найти от дверей все ключи? Небо голубое, спрячь мои покои, солнце золотое, подари лучи. Но как же мне с тобою отыскать такое, чтоб найти от дверей все ключи? Когда зайдет то солнце со своим рассветом, где небо голубое накроется закат, и обретут покой, зима накроет пледом, согреет своим взглядом, тогда откроем дверь. Небо голубое, спрячь мои покои, солнце золотое, подари лучи. Но как же мне с тобою отыскать такое, чтоб найти от дверей все ключи? Небо голубое, спрячь мои покои, солнце золотое, подари лучи. Сіздермен бірге болған мен Қазбірал. Видеоңызды лайк және подписка ұмытпаңыздар. Давайте, пока. Let's get